Армысыздар қымбатты оқушылар. 7 сыныптың қазақ әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Орхон Енисей ескерткіштері, Күлтегін жыры. Күлтегін жазуы ежелгі түркі жазба ескерткіші. Күлтегін ескерткіші туралы алғашқы мәліметтер 19 ғасырдағы батыс зерттеушілердің еңбектерінде жариялана бастады. Суретте көріп тұрғандай, осы екі құлпытастағы құпия жазуларды түркітанушылар көпке дейін оқи алмай келді. Ғалымдар арасындағы тастағы белгісіз жазуларды көне кельт, гот, грек, славян, скандинавия, фин, тіпті моңғол немесе қалмақ жазулары деген тұжырымдар болды. Көктүріктер дәуірінің тасқа қашалып, руна жазуымен жазылған тамаша ескерткіштердің қатарында Күлтегін мен Тоныкөкке арналған шығармалар айрықша орын алады. Күлтегіннің ерлік істерін баяндайтын құлпытас оның зиратына арналып қойылған тастардың орналасқан жері қазіргі Моңғолияның Орхон өзені бойындағы Көкшің деген жерде. Бұл бір кездегі ұлы түрік қағанатының орталығы болған аймақ. Білге қаған, Күлтегін және Тоныкөкке арналған ескерткіштерді Сібірде айдауда жүрген швед офицері Сталенберг және неміс ғалымы Мессершмитт тапқан. Бұл экспедиция ескерткіш тастарының ғылыми сипаттамасын жасады. Жазу сырын ашу үшін бұл жерге артынша 1891 жылы Радлов келіп ғылыми зерттеулер жүргізді. Жазуды оқудың кілтін ашқан 1893 жылы қарашаның 25 күні Дания Корольдік ғылым академиясының мәжілісінде Вильгельм Томсон жариялады. Бұл ескерткіштердің түрік тілінде екені мәлім болды. Ескерткіштердің толық ғылыми атласын Радловтан кейін қазақ ғалымдары Мырзатай Жолдасбеков пен Сартқожаұлы жүзеге асырған болатын. Күлтегін 684-731 жылдары өмір сүрген ежелгі түркі мемлекетінің көрнекті қолбасшысы, сол дәуірдің белгілі қоғам қайраткері. Күлтегін Құтлық елтеріс кейбір деректерде қағанның кенже ұлы. Қапаған қаған 716 жылы қаза тапқаннан кейін бүкіл түркі әскерін басқарды. Қапаған соғыста өлген соң Күлтегін оның ұрпақтары да қырып салып, өз ағасы Магилянды, яғни Білге қағанды күллі түрік елінің қаған етіп тағайындалды. Күлтегін талай соғыстарда жеңіске жетіп, өзін қабілетті қолбасшы ретінде танытады. Құтлықұлы Күлтегін екінші шығыс түркі қағанаты әскерінің баш қолбасшысы, көк түркінің көк семсері атанған атақты батыры. Әкесінен жастай жетім қалып, ағасы Қапаған қағанның тәрбиесінде өскен. Күлтегін тым ерте есейіп, түрік еліне тұс-тұстан төнген басқыншы жауларға қарсы үлкен қатарында тұрып, ерлікпен күреседі. Бұл ретте түркінің атақты Білге қағаны Күлтегін батырдың басына қойылған ескерткіш тасқа ойып жаздырған ғұмырнамасында былай делінген: әкем қаған өлгенде інім Күлтегін 7 жаста қалды. 10 жаста Умай текті шешемнің бағына інім Күлтегін ер атанды деп жазылған болатын. 16 жасқа келгенде 6 чуб соғдарларға қарсы аттандық. Күлтегін жауға жалғыз ұмтылды. 21 жасында Чача Сеңүнмен айқастық. Күлтегін әуелі Тадықын Чурдың боз атын мініп шапты. Ол атта сонда өлді. Күлтегіннің сауытына, қалқанына жүздеген оқ тиіп, бірақ бірі де денесіне дарыған жоқ. Күлтегін 20 жасқа келгенде қырғыздарға қарсы аттандық. Күлтегін Байырқының ақ айғырына мініп шабуылға ұмтылды. Бір батырын оққа ұшырды, 2 батырын найзамен түйреп түсірді. Қырғыз қағанын өлтіріп
елін алдық. Тоғу қаласында шайқастық. Күлтегін азман ағын мініп ұмтылды. 6 батырын шаншып түсіріп, 7-сін қылышпен шапты. 9 батырын қуып жетіп, тақымға басты. Оғыздармен соғыстық. Түргеш халқы жау болды. Күлтегінді шағын қолмен жібердік. Жойқын соғыс жасапты. Қара Түргеш халқы сол жерде өлім тауыпты деп жазылған. Күлтегін жырының авторы өз дәуірінің аса дарынды ақыны, көрнекті қоғам қайраткері Иолық Тегін. Күлтегін жырының басты идеясы түркі халықтарын ауызбіршілікке, сыртқы жауға қарсы ұйымдасқан күреске, ежелгі ата-баба жолы мен дәстүрін берік ұстауға үндеу. Күлтегін қабірінде неше ескерткіш қойылды? 2 ескерткіш қойылды. Бірі ғылымда кіші жазу, ал екіншісі үлкен жазу деп аталады. Бұлардың әрқайсысы түркі елінің даңқты әскери қолбасшысы Күлтегіннің жауынгерлік жорықтарын мадақтап жырлауға арналған қаһармандық дастандар болып табылады. Күлтегіннің кіші жазуындағы жыры сюжеттік жағынан 8 топтамадан тұрады. Біріншісі қағанның өз халқына үндеуі, түркі қағандығы жерінің кеңдігін суреттеуі. Үшінші түркілердің әскери жорықтарын жыр етуі. Төртінші көршілес Табғаш халқының қастандық әрекеттері туралы әңгіме. Бесінші Табғаштардың қарым-қатынасының түркілерге төндірген қауіп қатері жайында. Алтыншысы түркі халқының көрегендігі. Жетінші топтама түркі халқының даңқын көкке көтерген білге қаған жөнінде. 8-ші топтама осы ескерткішті жазуға себепкер болған жайттар баяндалады. Енді екінші ескерткіші Күлтегінге арналған үлкен жазудағы бұл жердегі сюжеттік желісі 6 топтамадан құралған. Бұл жыр 428 өлең жолдарынан тұрады. Бірінші топтама түркі халқының ұлы ата-бабалары туралы. Екінші топтамасында түркілерді табғаштардың бағындырып алғаны жөнінде. Үшінші елтеріс қағанды сипаттауға арналған. Төртінші қапаған қаған туралы. Бесінші білге қаған жайлы. Және үлкен жазудағы 6-шы топтама ол Күлтеген туралы. Жырда Күлтегін түркі елінің 4 бұрышындағы барлық жауды жеңіп, елде тыныштық, бейбіт өмір орнатады. Күлтегін түркі халқын тәуелсіз етті, байлыққа кенелтті деген пікір айтылады. Жырдың авторы түркі халқы ата-баба дәстүрін берік ұстанған кездерінде ешкімге тәуелсіз жақсы өмір сүргенін жырлай керіп, ол осы жолдан тайып, дұшпанның алданған сәтінде бек ұлдары құл болды, пәк қыздары күң болды дейді. Жыр соңында Күлтегін өлгенде бүкіл түркі халқы қатты қайғырып, аза тұтқаны, оны жоқтап жерлеу салтанатында әлемнің 4 бұрышынан көп елшілер, батырлар, тас қашайтын шеберлер, таңбашылар, бектер келгені айтылады. Күлтегін деген атаудың мағынасын зерттеушілер күл, даңқты, атақты, күл, от, оттың күлі, көл, теңіз, көл, су, тағы да басқа түрде түсіндіреді. Демек, Күлтегіннің мағынасы мынандай екен: сәйгүлікке берік, бекем ер, атқа мықты бекзада дегенді білдіреді. Қымбатты оқушылар, енді нақты тест сұрақтарына жауап іздеп көрейік. Күлтегін дастаны қай ғасырдың туындысы? 6-8 ғасырлар. Күлтегін тастағы жазуларда табылған жер: Орхон, Енисей өзендері, аңғарлары. Күлтегін жырының негізгі тақырыбы қандай? Тақырыбы
ерлік, ел қорғау. Күлтегін жырында суреттелетін түркілердің қасиетті мекені қай жер дегенде Отыкөн аймағы. Күлтегін жырындағы жырау кім? Ол Тоныкөк жырау. Тоныкөк кім болған? Тоныкөк Қағанның кеңесшісі болған. Күлтегін мен Білгеннің әкесі кім? Олардың әкесі Елтеріс Қаған. Елтеріс хан өмірден өткенде артында қалған ұлы, ол Білге. Елтеріс хан қайтыс болғанда балалары неше жаста болды деген сұрақ туындаса, Білге 7 жаста болатын, Күлтегін 5 жаста болатын. Күлтегін жырындағы тауғаштар кімдер? Олар Қытайға қараған түркі тайпалары. Күлтегін жырында түркілер 50 жыл бойы қай халықтың боданында болды деген сұрақ туындаса, яғни тауғаштардың боданында болған екен. Күлтегіннің мынандай сөзі бар екен: жалаңаш халықты тонды, кедей халықты бай қылдым, аз халықты көп қылдым, тату елге жақсылық қылдым. Күлтегін жыры мәңгілік ел болудың, яғни қазақ елі мәңгілік деген бүгінгі тәуелсіздік қолымызға қонған тұстағы ұлттық идеямыздың темірқазық арнасын осыдан мыңдаған жылдар бұрын жазып кеткен жасампаз дастан екен. Тыңдағандарыңызға рахмет, жақсылықта кездесейік.